Елімізде индустрияландыру картасының екінші 10 жылдығында жаңа зауыттардың іске қосылуы қарқынды жүріп жатыр. Аталмыш жоба аясында екінші 5 жылдықта өңірімізде 41 жоба іске асырылады деп жоспарланған. Солардың бірі Петропавл трактор зауыты. Алдағы уақытта мұнда К-704 тракторларын құрастыруды қолға алмақ. Зауыт Санкт-Петербург машина жасау зауытының бірлескен кәсіпорны. Инвестиция құны 1 миллиард 200 миллион теңгені құраған. Зауыт толық көлемде жылына 100 трактор жасап шығаруды көздейді. Я занимался сельским хозяйством. 5 лет назад купил на Петербургском машиностроительном заводе трактор. Мен ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істедім. 5 жыл бұрын Петербург машина жасау зауытында трактор сатып алған едім. Былтыр олар мені өз зауыттарына шақыртып, кәсіпорындарын көрсетті. Кейін осы тракторларды Қазақстанда жасап шығару туралы ой келді. Нәтижесінде биыл ақпан айында зауыттан өкілдер келіп, өндіріс орнын сатып алды. Осымен кәсіпорынды ашып отырмыз. Зауыттың ашылуы елбасы мен телекөпір арқылы өтті. Аталмыш зауыт ағымдағы жылы ашылып жатқан 7-ші жоба. Кәсіпорындағы Батыр-СК деген атпен отандық тракторлар аграрлық саланың дамуына оң серпін береді деген пікірде. Өйткені өңірімізде жыл сайын егістік алқаптарының көлемі артуда. Порядка 14 тысяч машин эксплуатируется более 10 лет. Требует замены. Запуск совместного с российскими партнерами проекта по производству тракторов «Батыр» позволит закрыть более трети потребностей региона. Особо отмечу, что по техническим характеристикам наши трактора не уступают зарубежным аналогам, а по стоимости ниже в 3 раза. Я очень рад, что мы смогли оказать вам поддержку, помощь и кредитами облегченными, и помощью соответствующую, и вы смогли произвести столь важную для страны продукцию. И бумага нужна, и вместо К-700 теперь К-704. Надеюсь, мощность тоже такая. Аграрии будут довольны столь мощной техники. Двигатель мы закупаем Ярославский, это супер. Тракторға қозғалтқыштарды Ярославльден алдыртамыз. Супермаз техникасының қозғалтқыштары 400 аттың күші бар. Яғни ауыл шаруашылығы саласындағы барлық агрегаттар мен қондырғылармен жұмыс жасай алады деген сөз. Қазіргі күні бастапқы кезеңде зауытта 32 адам жұмысқа алынған. Әзірге толық көлемдегі жұмысына шықпай жатып, бастапқы жалақылары 100 мың теңгеге дейін болады деп отыр. Мамандардың айтуынша барлық құрастыру жұмыстары осында жасалмақ. Тек қажетті агрегаттар ғана сатып алынады екен. Трактордың құны шамамен 30 миллион теңге шамасында болады деп отыр. Аталмыш техника кем дегенде 10 жыл егістік алқаптарында жұмыс істеуге қауқарлы дейді.